Башар Асадтың режимі құлады. Өзі елден кетіп, билікті бейбіт түрде өткізуге тапсырма беріп кеткен. Енді елде не болып жатқанын айтайын. 27 қарашадан бері төңкерісшілер Алеппоны, Хомс және енді Дамаскты басып алды. Үкімет әскері қарсылықсыз берілді. Асадтың өзі ақпарат кеңістігіне бір апта бұрын шыққан соң бой тасалаған. Ол кезде Иранның сыртқы істер министрімен кездесіп, көтерілісшілердің тас талқанын шығаруға уәде берген еді. Ал бүгін Хаят Тахрир аш-Шам президент сарайына басып кірген соң, президент елден қашып кеткенін жариялады. Артынша ресейлік сыртқы істер министрі ол елден кеткенін растады. Кей дереккөз Башар Асад мінген ұшақ бүгін таңда Араб әмірліктеріне қонғанын жазды. Алайда ақпарат расталмады. Ол мінген ұшақ апатқа ұшырады дегенде қауесет тарады. Мұнда да ақпарат шын өтірігі белгісіз. Көтерілісшілер елде әскери комендатура құрылғанын мәлімдеді. Ел-жұрт президент сарайында тонаушылықпен айналысып жатқан түсірілген видеолар тарай бастады. Елдің әр өңірінде Башар Асадтың әкесіне қойылған ескерткіштер құлатылып жатыр. Оған тиесілі деген қымбат көліктері тұрған қойма да түсірілген видео таралған. Қазіргі таңда елде Түркияға жақтас топтар күрдтердің позицияларына шабуыл жасап жатыр. Сирия оппозициясы ресейлік әуе базасы орналасқан қала маңына жеткені хабарланды. Ал Израиль Сириядағы стратегиялық маңызды Хермон тауы аймағын бақылауына алды. Осылайша әлемде -1 диктатор. Осы оқиғаны басынан аяқ қалдырмай әшкере Телеграм арнасында жазып отырмыз. Сілтеме профильде.